Қазіргі жастар орыс тілін үлкен тіл ретінде қарап, оған еліктеуге тырысатыны жасыратын жай емес. Ал сондай жастарымыз орыстың қаншама сөзі қазақтың сөзінен алынған біле ме екен өзі? Ендеше тыңдаңыздар, егер керек деп тапсаңыздар, мұны міндетті түрде таныстарыңызға таратып жіберіңіздер. Ақылбек Шаяхмет ағамыз керемет етіп дәлелдеп берген екен, ал біз сіздерге түсінікті тілмен жеткізгенді жөн көрдік. Мысалы, жылқыны қолға үйретіп, үзеңгіні ойлап тапқан ата-бабаларымыз аяғына қыс түскенде сырғытпа, конки, яғни қон-ки байлаған. Бұл кәдімгі қон-ки деген сөзден шыққан, яғни оны орыстар конки деп атап жүр. Ал сол қыста қардың үстінде жүретін шана деген сөз сани, шаңы жоқ арба дегеннен шыққан. Кезінде орыстарды жаулап алған ата-бабаларымыз Мәскеуге барғанда атпен кірген, яғни қалаға. Бүгін соны Арбат деп көпшілік жиналатын орталық алаңда айтады, яғни демалатын қаланың орталығы Арбат деп аталады. Бұл кәдімгі арба және ат деген сөздердің қосылғаннан шыққан сөз. Қазір жастардың арасында братан, брат деп сөйлейтіндер көбейіп кетті. Оның қайдан шыққанын білесіз бе? Бұл братан деп жүргені бір атаның балалары деген сөз. Брат дегеннің де бір ата деген сөзден келіп жеткендігі айтылады. Ал ел мен жердің атына келейік. Қазір орыстардың Саратов, Сартау, Омск, Омбы, Байкал, Байкөл, Ростов, Ұрыстау, Орынбор, орманды жер, Тюмен, төмен, Курган, қорған екенін тарихшыларымыз дәлелдеп беріп жатыр. Қазір орыстардың аркасы, кәдімгі арқа, дугасы, доға деген сөздерден шыққан бірден байқауға болады. Ақылбек Шаяхмет ағамыз былай дейді: сол орыстар татар-моңғол езгісі дегенді татарско-моңғолское иго деп атайды. Тарихшы Мұрат Аджидің кітабында келтірген деректерге қарағанда иго көне түріктердің еге деген сөзі, бұдан шығатын қорытынды. Ешқандай езгі болмаған, керісінше 3 ғасыр бойы түріктер байтақ өлкеге қожалық жасаған, еге болған. Сөйтіп Мәскеуден бастап барлық орыс қалаларынан алым-салық алып тұрған. Олар түрік билеушілерінің жарлықтарын орындауға мәжбүр болған. Түріктердің қазынасынан орыстың қазынасы пайда болған. Украин ақыны Тарас Шевченконы неге Кобзар деп атаған? Өйткені ол дала жырауларының ізін жалғаған. Кобзар қолына қобыз ұстап жыр толғаған жыршы. Отан деген сөздің мағынасына үңілейікші. Орыстар отчизна, отечество дейді. Барлығында түбірі бір ғана сөз — от. Қазақтың отан, отбасы, ошақ дегеннен шыққан сөздер. Очак, от жақ дегенді білдіреді. Солдат деп жүргені кәдімгі салт атты деген сөзден шыққаны түсінікті. Әрине, ағамыз мұндай сөздердің мысалын, ондаған мысалын келтіреді. Мұның бәрі айналып келген түркі халықтарының, соның ішінде қазақ тілінің ешқандай тілден кем емес екенін, оның сөздері бүкіл орыстың сөздіктерінде қолданылып жүргенін көруге болады. Құрметті халайық, біз мұнымен өз ана тіліміздің қандай тіл екенін, қазақ тілінің ешқандай тілден кем емес екенін көрсеткіміз келеді. Егер сіз қазақ болсаңыз, қазақ тілін қолдасаңыз, бұл видеоны бүкіл бауырларға, таныстарыңызға таратып жіберіңіз. Қазақстанның бір ғана мемлекеттік тілі бар, ол қазақ тілі.